8-ші тарау. Дамыған рухтар. Курстың аяқталуы. Күндердің күні рух бастауыш тобын тастап шығуға әзір болады. Келесі субъектім жерде бірнеше мың жыл құбылған соң 3-ші деңгейге жетті. Аруақтар әлемдегі өткеніне көп бола қоймаған осы оқиғаны еске алу оны қатты толқытты. Білім процесінің қорытынды сатысының символикалық сипаттамасы оқырманға өте таныс көрінер. Қазіргі ғұмырында бұл әйел затты пациентім қабілеті кенжелеу балаларды оқытумен айналысады. 54-ші оқиға. Доктор, кеңесіңізбен кездесу алдында сондай бақытты көрінесіз? Субъект: иә, мен денемдегі соңғы құрыш қабатымнан арылдым. Доктор: құрыш қабатымнан? Субъект: иә, ықтимал қиналыстан жасырынған қорғаныс құрышымнан. Ашуын менен алуға бейімдерге ашық болып, адамдарға сеніммен қарауды үйренуіме ғасырлар керек болды. Бұл алуға тиіс соңғы да бас қамалым еді. Доктор: бұл сіз үшін неге сонша қиын болды? Субъект: мен рухани күшімнен гөрі эмоцияларыма көбірек жүгіндім. Бұл өзімнен күштірек, ақылдырақ деп жаңсақ санағандарыммен қарым-қатынаста бойымды күмән жаулауына әкелді. Доктор: соңғы кедергі осы өз-өзіңізге деген ұстанымыңызға байланысты болса, қазіргі өзіңізді қалай қабылдайсыз? Субъект: қиналыс, реніш тұңғиығынан көтерілуім үшін ақыры гүл арқанды пайдаландым. Енді энергиямды текке жоймаймын. Физикалық, ментал сынақтан өтпей, шешім қабылдай алмайсың. Соңғы 1000 жыл бойы әр ғұмырымның сын сәттерінде өзгемен бағаланбайтын жеке даралығымды барған сайын тәуірірек білдіре бастадым. Бұған қол жеткізу үшін маған енді құрыш қабат керек емес. Доктор: кеңес өміріңізді қолға алғандағы жетістіктеріңізді атап жатыр ма? Субъект: қиындықтардың шын мәнінде кім екенімді тасалауына жол бермей сынақтан өткеніме олардың көңілі толды. Төзім, талпынысымның арқасында бар мүмкін нәрсенің бәріне қол жеткізгеніме олар дән риза. Доктор: жердегі ғұмырларыңызда осынша нәрседен өту неге қажет болды екен? Субъект: бекуім үшін осындай сыннан өтпесем, өзгелерді қалай үйретемін? Доктор: енді субъект соңғы сұрағым туындауға орай сөзімді бөлді. Субъект: оларда мен үшін бір тосын сый бар. Қандай бақыттымын. Зер салыңыз, санада қылаң еткен керемет көріністі күткен бұл сәтте субъект бақыттан жылап жіберді. Мен оның жасын сүртіп, тыныштандырып, әңгімемізді жалғадық. Доктор: алға жылжып, оның не тосын сый екенін айтыңызшы. Субъект: сабақ бітетін сәт туды. Храмда жиналып жатырмыз. Гидім Эйру, кеңес төрағасы екеуі де осында. Шебер, тәлімгерлер, шәкірттер жан-жақтан жиналған. Доктор: сәл бөгеліп, қанша ұстаз, шәкірт көріп тұрғаныңызды айтыңызшы. Субъект: шамамен 12 ұстаз, 40 шақты шәкірт. Доктор: шәкірттердің ішінде сіздің бастауыш топтан да бар ма? Субъект: біз үшеуміз. Мұнда өзге топтардан дайын болған шәкірттер көп келді. Көбін танымаймын да. Доктор: мүдіріңкіреп сөйлеп тұрсыз ғой. Тобыңыздың өзге мүшелері қайда? Субъект: олар әлі дайын емес. Доктор: айналаңыздағы шәкірттеріңіздің негізгі түсі қандай? Субъект: қанық, ашық сары. Мұнда жетуге қанша уақыт сарп еткенімізді білсеңіз ғой. Доктор: иә, енді маған не болып жатқанын ары қарай айтыңызшы. Субъект: қорытынды салтанатындағыдай бәрінің көңіл көйі көтеріңкі. Баршамыз қатар тізіліп, қалқып шықтық. Мен алға жайғастым. Эйру маған қарап мақтанышпен жымияды. Ұстаздар қажырымыз жайлы бір ауыз сөз айтты. Есімдеріміз атала бастады. Доктор: жеке дара ма? Субъект: иә, мен Айри деп есімімді атағанымды естідім. Есімім жазылған түйіншекті алуым үшін алға қалқып шықтым. Доктор:
Бұл түйіншікте тағы не бар? Субъект. Бұл сонша уақыт кеткен табыстарым, оған қалай қол жеткізгенім жайлы. Доктор. Яғни бұл жай дипломнан гөрі жетістіктеріңіз аталған құжат қой. Субъект. Иә. Доктор. Үстеріңізде арнайы мантия, қалпақ бар ма? Субъект. Жоқ. Иә, түсіндім, әзілдесіп тұрсыз ғой. Доктор. Аз-мұз мүмкін. Осы салтанаттан соң не болды Айри? Субъект. Топталып, жаңа тапсырмалар жайлы айтып жатырмыз. Мамандығы өзіндікіне қатысы бар рухтармен араласуға мүмкіндік алдым. Біз қабілеттеріміз пайдаға асатын жаңа сыныптарда кездесеміз. Аралық деңгейлерге жылжу. Үшінші деңгейге ауысып жатқан субъектілермен жұмыс жасағанымда, олардың өздерін бастауыш тобына бір етіп бір оралып жатқанын көрсететін. Басында түсініксіз көрінді. Гипноз халіндегілердің бәрі бірдей санасынан бір сценаны көре сала, ол эпизодты рухани ғұмырының жалпы картинасымен тез байланыстыра алмайды. Дәнекер гипноздаушының міндеті асықпай сценаның біртіндеп өзі ашылуына жағдай жасау. Тобының ішіндегі сабағын тәмамдамаса да, одан жайлап жырақтай бастаған пациент маған өз отбасымнан ажырап бара жатқандаймын. Айналамда бұрын бірге іс қылмаған жаңа рухтар бар деді. Рухтардың бастауыш тобының тұтастығы мәңгілікке сақталады. Рух жаңа деңгейге көтерілсе де, бұрынғы жолдастармен байланысты ешқашан жоғалтпайды. Бастауыш топ тіршілігін бірге бастайды және жүздеген құбылы бойы тығыз қарым-қатынаста қалады. Менде аралық деңгейге өтуге дайын болғанға дейін бастауыш тобымен 50 000 жыл бойы бірге болған рухтар болды. Бұл деңгейге жету үшін 5000 жылдан кем уақыт жұмсаған рух аз. Үшінші деңгейге жеткен рухтардың дамыған деңгейге қарай жылжу жеделірек жүретінін байқадым. Әр рух түрлі қабілет қарымын таныта отырып, өзіне тән жылдамдықпен дамиды. Рухтар демалыс, араласуға уақытты азырақ бөлген сайын, көбірек жұмыс жасап, белгілі бір дағдыларын дамытуға шұқшия түсіп, осы арқылы ғарыш санасына өз үлесін қосатынын байқадым. Үшінші деңгейге жеткен рухтың мінез-құлқы да өзгеріс табады. Олар өз тобының шеңберінен шығып, мүмкіндіктерін кеңейте бастайды. Дамушы рухтар бұрынғы білгендерінен теріс айналмайды. Тек олар жаңа жұмысына басымен көміледі. Олар мүмкіндіктеріне қайран қалып, шеберлігін бұрынғыдан бетер дамытқысы келеді. Бұлар төртінші деңгейдегі табалдырығына ілінгенде ауысу көшу аяқталады. Жақында ғана үшінші деңгейге жеткен рух осы ауысу процесі кезінде бір сыныптың аясымен шектелмегенін байқай бастады. Олардың байырғы достары не болып жатқанын білет. Алайда сол шектеудің жоқтығы жайлы тым көп сұрақ қою құпталмайтын тәрізді. Оқырмандарымның назарына 30-шы оқиғадағы Левениге аударым келеді. Ауыс баяу рухани процестердің бәріне тән қамқорлықпен жүзеге асады. Бірдей ойлайтын рухтар көптеген факторларды ескере отырып, бір нәрсе бойынша маманданып жатқан жаңа топқа жолданады. Рухтың мамандануына қатысты 3 нәрсе, оның қабілеті, өткен іс амалы, ықыласы ескеріледі. Аруақтар әлемінің сұранысы да маңызды элемент қатарына кіреме деп ойлап едім. Алайда ондай ақпарат маған жеткен жоқ. Рухтар оқудың аралық деңгейіне жеткенде, олар түрлі цех, гильдияларға кіреді деп ойлаймын. Алайда бұларды құпия мектептер деп атаған орта ғасырлық шеберлер гильдиясына ұқсатпас едім. Бұлар мүшелеріне ғана есігі ашық құпия ұйымдар еді. Аруақтар әлемінде де арнайы оқуға іріктелген рухтарға қатысты құпия элементтері бар болғанымен, бұл дегдарлыққа мүлде жатпайды. Қандай да бір маманданған топқа енгісі келген жаңа рух қуана қарсы алынады.
Жаңа топтардағы маманданған рухтардың өзара байланысы әжептәуір еркін болады. Өзіміз оларға тәуелсіз оқу топтары деген анықтама бердім. Оқу баяу басталады. Түрлі мұғалім мамандар оқтын-оқтын ауысып отырады. Бұл олардың тәлімгерлеріне рухты бағалауға уақыт береді. Мысалы, суды тексеретін рух осы мамандану бойынша топты тастауы, оның орнын үміт күттіретін өзге рухтар басуы ықтимал. Бұл рухтардың ұзақ мерзімді бастауыш топтары қалыптасуына кереғар практика. Бұл жаңа топтар тапсырмаларды орындау қабілетін көрсеткен сайын сабақтың қарқыны арта түседі. Рухтар бастауыш тобынан біртіндеп алыстаған бастапқы сатыларда гидтерін сақтап, бастауыш тобының тіршілігіне ат салысып тұра алады. Тәуелсіз оқу процесі рухтың өз тапсырмасымен, өз бетімен айналысуына құрылған және бұл 5-4 деңгейлерде айқынырақ білінеді. Өткен тарауларда рухтың мамандануының түс көру шебері, жоғалған рухты іздеуші, нейтралитет сақтаушы, реконструкция шебері, инкубациялық аналық, архивариус рух, жануарларға күтім көрсетушілер, музыкалық дирижерлар, нұсқаушылар, ойын нұсқаушылары сынды түрлері қарастырылды. Кейбір маманданулар өзара қабысып жатады. Мысалы, өзгелерді саяхат жасауға үйретіп жүрген ойын нұсқаушылары жаңа мекендерге демалыс, сауық және энергетика сабақтарының одан гөрі салмақтырақ планеталық аспектілерін зерттеп жүрген зерттеуші рухтар болуы мүмкін. Бұл тарауда рухтың мамандануының өзге де мысалдарын келтіремін. Оқырмандарым өздерінің қай мамандануға бейім екенін байқап отыр деп сенемін. Алайда рухты түбінде үлкендер кеңесінің мүшесі болуға алып келетінін айқын жолды көре алмайсың. Меніңше, әр үлкен бірнеше сала бойынша маманданғанына ұқсайды. Сірә, ұстаз гидтер ішкі жолымен жүріп келеді. Осы позицияға жете алатын болса керек. Әрине, қатардағы рух үшін гид бас мамандық болып көрінеді. Алайда гиді бар рухтар өзге сала бойынша маманданған дамыған рухтармен азырақ араласылатынын білемін. Рухтарға сипаттауға тіл жетпейтін өзге де мамандану ұсынылып жатады. Өз дәрістерімде мамандану тақырыбын сөз қылғанымда, көп адам рухтардың бәрі гид болуға талпынатындай әсерде екенін айтады. Зерттеулерімнің басында өзім де осындай пікірде болдым. Кейін ұстаздық аруақтар әлеміндегі жетекші мамандық болғанымен, рухтың көбі үлкен ұстаз болатынын білдірмейтінін анықтадым. Осы оқу-тоқудың рухтар үшін зор маңызын ескеріп, ұстаздардың осыған дейін қарастырмаған категорияларына тоқталғым келеді. Мамандану. Балалар мұғалімдері. Жан-жиһанында жаңа бастаған және сақа оқытушы гидтеріміздің қызметін талқылап едім. Сонда субъектілерім өз гидтері жайлы көп мәлімет берді. Бірақ онда тіптен жаңа рухтардың ұстаздары болып табылатын дамыған рухтар жайлы жеткілікті ақпарат ұсынылған жоқ. Балаларды бағып қағатын оларды балалар немесе ясли мұғалімдері деп атайды. Өйткені олар жұмыс жасайтын жас рухтар әлі дүниеге келуді бастамаған. 5-ші тараудың 26-шы оқиғасында жерде дүниеге келген өте жас рухтың сиясы кеппеген естеліктерін ұсындым. Ол жаңа рух дүниеге келгенде оған бірден физикалық құбылу ұсынылмайтынын айтты. Жердің қиын мектеп екені сонша, көп жас рухқа дүниеге келмей тұрып планетарлық өмірге бейімделуге уақыт беріледі. Назарларыңызға сондай субъектінің әңгімесін сынамын. Өте жас рух болып жерге 2 досыммен бірге тұңғыш келгенім есімде. Біз ұстазымызбен бірге қабілетімізді сынау, бұл орынды мекен қылу мүмкіндігін білу үшін аруақ секілді айналып ұшып жүрдік. Бізге бұл планетаның магнит вибрациясын қалай жинап, өзіміздікімен қалай араластыру керектігін көрсетті.
Бұнда физикалық формада болудың не екенін сезінуіміз керек болды. Пациенттерімнің көбі ұстаз гид болу үшін оқыған талы екеніне сенімдімін. Сондықтан олар дамуына зор ықпал ететін гидтерін құдайындай сыйлайды, еліктейді. Әрине, рухтың қазіргі ұмтылыстары мен оның түпкі мамандануы бір болмай шығуы да мүмкін. Ұстаздар қалай қарым-қатынас ұстау керегін білу шарт. Алайда, бұл тұрғыда қабілетті рух барша физикалық денелерінде көптеген адами эгосымен бірігуге тырысқан рухпен жұмыс жасауда шеберлік таныта алмауы мүмкін. Өте жас рухтармен жұмыс жасайтын ясли мұғалімдері рухтардың негізгі тобы үшін көптеген себептерге орай міндетті түрде гид бола бермейді. Құбылуға кірісуге қабілетсіз көп жас рух арнайы қосымша іс-шараларды талап ететіндіктен олармен жұмыс жасау қиын. 28-ші субъект бұндай ұстаздар жайлы аз мұз айтты. Біз бұны егжей-тегжейлірек 55-ші оқиғада қарастырамыз. Бұл тарауда дамыған рухтар жайлы әңгімемізді жалғастыра отырып, олардың рухтар мен оның айналасының түс гаммасы туралы айтқандары көп мәселенің басын ашуға көмектесетінін аңғардым. Дамуында 4-ші деңгейге көтерілген 55-ші оқиғадағы жан, 3 рухтан тұратын өзінің маманданған тобында сары көк оттардың көп екені жайлы жаңа ғана айтып болып жатыр. Әңгімемізді жалғастырмақ болып жатқанымда, менде кейін зерттеудің жаңа бір бағытының пайда болуына себепші болған бір сұрақ туындады. 55-ші оқиға. Доктор, жақын маңыңыздан байқалған бар түс осы ма? Субъект: жоқ, мұнда энергиясы ақ түсті тағы 11 бала бар. Олар сол жағымызда топталып тұр. Олардың энергиясының көлемі шағын, энергетикалық схемасы қысқа, шашыраңқылау. Жас рухтар энергияға толы, еті тірі келеді. Зер салыңыз. Осы сәтте субъектім бұл рухтардың ішінен қазіргі ғұмырындағы сәбиін көріп толқып кетті. Мен оған бұл ләззатты сезінуге мүмкіндік беріп барып, әңгімемізді жалғастырдық. Доктор: 11 рухтың жарық қарқыны жөнінен өзара айырмасы үлкен бе? Субъект: онша емес, пәк ұяң баланың түсі пәс келеді. Бізде қазір ондай жоқ. Доктор: сіз бұл рухтармен қандай қарым-қатынастасыз? Субъект: 2 әріптесім оларды оқытуда көмектеседі. Тек бұл екеуін көптен көрмедім, себебі бұлар өзге топтан. Доктор: үшеуіңізді осы тұңғыш ұстазыңызға дайындаған жердегі ортақ өткеніңіз біріктіреді ме? Субъект: өткен ғұмырымызда мұғалім, діндар, шипагер де болдық. Бұндай жұмыс үшін сезімталдық, шыдам керек. Білесіз бе, ұстаздар шәкірттерінен де үйрене алады. Доктор: сенемін. Аруақтар әлемінде балалармен бірге қайда жүрсіз? Субъект: әдеттегі оқу сыныптармен көрші болу балаларға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан бізді нейтрал аймаққа жолдады. Доктор: қазіргі сәтте не болып жатыр? Субъект: оқудан гөрі тентектік құрып, асыр салып шауып жүр. Құбыла бастағанда бәрі өзгереді. Жаңа құбыла бастаған рухтармен жұмыс жасайтын әйел адамның естелігін сынамын. Қазір 7 есерсоқпен алысудамын. Оларға құбылу кезінде де тыным таппау ұнайды. Бұлар балалықтан кеткісі, өмірді байыппен қабылдағысы келмейді. Жер рахатын естері кете жақсы көріп қиындықтарынан қашады. Олардың есілдерді келесі ғұмырында көркем көріну. Менің аға гидім Алленд бұларды маған тастаған соң өзін көптен көрмедім. Оларға тым жұмсақтық танытып, шексіз еркелетіп, махаббатпен қарайтынымды мойындаймын. Кей ұстаздар бұларды жаман үйретіп жатырсың деп санайды. Мен көңілі қалғанын білдіріп, жас, әсіресе үміт күттіретін шәкірттеріне тым қатты қарайтын ұстаздарды білемін.
Үлкендер кеңесі менің әдісіме зер салуда. Олар жаза, салмақ салудан гөрі қақпай тәрбиелеуді оң көретін әдісімді тексеруді қолға алды. Менің тәрбием бұл балаң рухтар. Жастайынан тым күрделі сабақтармен бетпе-бет келмегенінің арқасында шынымен дами бастағанда тез есейеді деген идеяға негізделген деді. Этика шеберлері. Көпке дейін этикалық тәрбие өз алдына бөлек тақырып не мамандану емес, оқу процесінің негізгі бөлігі деп санап келдім. Келесі оқиға 5-ші деңгейдегі Эндорадо деген рухани есімді субъект детройттық 26 жасар ер адам туралы. Басында мен оны қабылдағым келмеді. Әдетте жасы 30-дан төмендерді қабылдамаймын. Себебі олар өмірдің ащы тұщысын татып болды деп ойламаймын. Олардың амнезиясы, жад блоктары әлі тым берік болуы мүмкін. Бұған қоса, қамқорлығындағы шәкірттеріне белгілі бір карма жолдарын көруге әлі ерте деп ойлаған гиттері гипноз барысында кедергі келтіруі мүмкін. Эндорадо бұл жағынан ерекше болып шықты. Оның табандылық танытқанына қуаныштымын. Бұл пациент маған жазған хатында: мәңгілік болмысымды сезуге құштармын. Өйткені қазіргі білім дағдым осы жаста білуге тиістіден көп асып түсетін баяғыдан сезіп жүрмін деп жазды. Бұндай мәлімдемені жастардан көп естімедім. Алайда сеанс барысында даму деңгейінің алып бара жатқан ештеңесі жоқтығы анықталып жүрді. Бұл пациентпен бәрі басқаша болды. Эндорадодан алғашқы көргенімде оның жасына сай емес, терең, сақ, өз-өзін ұстауына таң қалдым. Сеанс барысында Эндорадо жерге тұңғыш рет Вавилонның шарықтау кезеңінде келгенін біліп, бұның энергиясы көк түсті, субъект үшін кештеу келіс деп шештім. Бірақ ол маған құбылуы саналы, бірақ эмоцияға жоқ нәсіл ретінде құрып бара жатқан өмір формалары мекендейтін қараңғы, жайбарқат әлемде басталғанын айтты. Бұл сана мен логика құрылған әлем болған. Ақыры Эндорадо өзін сезімталдау тіршілік иесі ретінде құбыла алатын жарық әлемге жолдауын сұрағанда, оған жерді ұсынған. Аруақтар әлемінің рухани сыныптарындағы оқу тәжірибесіне зер салып, Эндорадоны нақты әлемдерде планеталық магнит энергиясы саналы тірлікке қалай әсер ететінін қызықтыратынын білем. Оның аруақтар әлеміндегі оқу процесінде алған соңғы тапсырмасы кішкентай мысық үшін ми жасау болған. Эндорадо оны былай түсіндірді: энергетикалық құрылымды экранға орнатып, реакция барысын бақылаймын. Мен 12 вольттық батарейканың 6 вольттық жүйеге салынып кетпеуін қадағалауын тиіспін. Мен оны дизайн шеберіне оқиды деп шештім. Мені тосын жайт күтіп тұрды. 56-шы оқиға. Доктор: Эндорадо, біз сіздің аруақтар әлеміндегі ұстаздық қызметіңізді сөз қылдық. Сіз сондай-ақ төмен тіршілік формаларының ойлау процесінің энергия жаратылысы бойынша сабақтарыңызға аздап тоқталдыңыз. Бұл маған сіздің оқыту, дизайн бойынша маман болуға әзірленіп жатқаныңыз жайлы ой түйін жасауыма мүмкіндік береді. Солай ма? Субъект: екеуі де емес. Мен этика шебері болуға оқып жатырмын. Доктор: қалай? Жаңа сөз қылған сабақтарыңыздың қос тақырыбы ше? Субъект: бұлар этика шебері ретінде табысты болуыма дайындық ретінде ұсынылды. Маған саналы жан иелерінің ар-ұяты мәселесімен айналысу өте ұнайды. Доктор: мораль, құндылық, әдеп, оқытушы гидтерінің бәрінің жұмысының негізі емес пе? Субъект: иә, бірақ адамдардың дамуы үшін ар қағидаттарының маңыздылығы сонша, бұл сала бойынша мамандануға болады. Этика шеберлері әдетте үлкендер кеңесінің әр отырысына да қатысады. Доктор: жерге келгенге дейін өзге әлемде неге сонша көп уақыт болдыңыз? Субъект:
түрлі салалы қауымдастықтардың ар-әдеп нормалармен танысу әр этика шебері үшін жақсы практика. Доктор, ғұмырлар аралығыңызда сүйікті ісіңізбен айналысқаныңызда жерден қанша шәкіртіңіз болды? Субъект, басында тек қана 2. Доктор, өте жас рухтар шығар, иә? Субъект, иә, қазір бәрі өзгеріп, даму орта деңгейдегі 18 шәкіртім бар. Доктор, жердегі құбылуыңыз аяқталмай тұрып, сіз неге 3-ші деңгейдегі рухтармен жұмыс жасауға мүмкіндік алдыңыз? Субъект, қазір тапсырманың тап осымен байланысы бар. Мазасы тіптен қашқан дамуы кенже рухтармен жұмыстануға менде тәжірибе жетіңкіремейді. Сондықтан әзірге күрделі тапсырмалар алып жатқан жоқпын. Мен дамуы ілгерірек рухтарға кеңес бере аламын. Себебі жақында ғана солардың деңгейінде болдым. Доктор, өз шәкірттеріңізбен аруақтар әлемінде де, жерде де жұмыс жасай бересіз бе? Субъект, жерде емес, бұл олардың гидтерінің ғана дәргейінде. Мен рухтармен тек аруақтар әлемінде жұмыс жасаймын. Доктор, этика адамзат қоғамы үшін сынақ деп ойлайсыз ба? Субъект, бұл ең әуелі адам баласының жоқты сылтау қылып ардан таюға бейімдігінен. Доктор, бұл адамның көбі дегеніңе жету үшін өзгені тапап өтуден тайынбау керек деп санайтын прагматикалықның болғанынан ба? Субъект, иә, бұл адамдар үшін әмбебаптық қағидатына қайшы ұстаным. Доктор, осы әмбебаптық пен жанкешті жеке даралық ұстанымдары арасындағы қақтығыстың шешімі бар деп ойлайсыз ба? Субъект, әлемді жақсартуға бағытталған жұмыс түптің түбінде өзімізге ұқсамайтынды жау көруден арылтады. Мәртебелі болуға ұмтылыс бақытқа теңелсе қақтығыстарға келеді. Доктор, бұл жерде дилемма, қақтығыс өз бақыттың, жеке мақсатыңды біреудің қайғы қасіретін жеңілдетуден жоғары қоюда болып тұр ғой, солай ма? Субъект, жердегі көп жан үшін дилемма олардың эгоизммен байланысты. Осыған тоқталыңқыраңызшы. Сонда адам табиғатынан шыдамды, әділ, жомарт, нәсілге жатпайтыны болған ма? Субъект, біреулерге эгоцентризм адамның өз бас ауру деп санаса да, жалпы қоғамда бұл дилемма бар. Жерге келу, ауыр сын, мұнда жұмыс жасау оңай болып жатқан жоқ. Ар әдеп тұрғысынан келсек, жер сабағының мәні қалғаны қараң қалса да, есілдерді аман қалуды көксейтін тіршілік иесінің денесінен орын алу. Доктор, адамдардан рухтың арымен байланысты жақсы ештеңе көрмейсіз бе? Субъект, әрине. Ісімнің негізгі бөлігі осы игі қасиетті түбі жердің қиын қыстау жағдайында өзін білдіретіндей қылып дамытуға бағытталған. Доктор, адамның өзін паш етуге сұранысы бұл планетадағы жандарға жанашырлық танытуға ұмтылысына міндетті түрде қайшы келе ме? Меніміз білінгенде ар иман төрде болса, жеке идеал құндылықтар қоғаммен тұтасып бақытты болуға әкелуі мүмкін. Доктор, жерге оралғалы тұрған шәкірттеріңізге беретін ең құнды кеңестеріңіз қандай? Субъект, бұл сәйгүлік сипаттағыларға шыдам, дұрыс қарқын ұстауды ескертемін. Адам денесін реттейтін энергия асқан сақтықпен жұмсалуы тиіс. Олар қазір тіршілікте ар сақтауды үйреніп жатыр. Жер секілді тығыз физикалық әлемде өмір сүргенде табысқа жету үшін тіршілікке жұтылып кетуден сақтану керек. Осы пациентпен өткен сеанстан соң көп физиологтың адамның аса дамыған сенсор жүйесі қарабайыр өткеніміздің табиғи салдары деп санайтыны жайлы ойландым. Тас дәуірден бері агрессиямен қашып құтылу, аман қалу амалы болып келді. Дамуымыздың қазіргі деңгейінде денеміздің реакцияларына миымыздың билігі әлі толық жүрмейді. Қатты стресс кезінде сау ақылымыздан айырылып қалуға бейімбіз.
Юнг біздің рационал және иррационал болмысымыз қатар тіршілік етеді. Сау адамдар бұл екі күшті де бойынан сезеді. Біз ментал, невроз, сырқатымызды түпсана құндылық модельдері ретінде қарастыруымыз керек дейді. Көбіміз өмірімізді көп қателікпен бастап, ғұмыр соңында ақылымыз кіреді. Қайта құбылудың мәні түбінде бәрін дұрыс түсініп, өміріміз әуелі бастан сәтті болуында. Осы ізденісімізде жиі-жиі эгомыздың жетегінде кетіп, өзіміз үшін жақсы нәрсе, өзге үшін де солай екенін ұмытып жатамыз. Бұндайда өкінішке орай, егер біз құдіретпен жаратылған рухтың ажалсыздығына сенсек, еркіміз ар-ұят дегенді танымай қалуы мүмкін деген философ Канттікі рас болып шығады. Ар шеберлеріне сұраныс өте үлкен. Жаман іс-әрекет адам баласында дамымаған рух пен мазасыз сана ұштасқаннан туындайды деуге болады. Осыған орай, дұрыс таңдау жасауға деген ерік, ынтамыз кедергілерге тап болуы мүмкін. Рухтар, аруақтар әлемінде бұл дәйекті физикалық денесіне билік жүргізе алмағанына ақталу үшін пайдаланбайтынын жеткізуге тырысып жатырмын. Қазіргімізден тәуірлене түсуіміз үшін үздіксіз даму процесінен танбау, дұрыс жағына өзгеруге деген шешіміміз. Қазіргі қалпына жеткенге дейін рухани гидтеріміз кезінде тап осы біз сияқты халде болды. Біз алып жатқан физикалық денелердің ешқайсысы кемел емес. Бар болғаны бір ғұмырлық денеңіз бен әуейі болғанша руханиятымызды дамытуға күш салыңыз. Және рухыңызға сенім арттырыңыз. Егер бәріміз осыны қолға алсақ, өзгелермен байланысымыз оңалып, Эндорада айтқан рухани қақтығыс дилеммасы өз шешімін табады. Гармония шеберлері. Рухтардың бұл тіршілік сферасы көп топтан тұрады. Бірақ осынша көп адамның санасына көз тіккенімде рухтардың барша іс-қимыл сферасынан байланыс пен өзара байланысты байқамаймын. Үйлесім шеберлері, үйлестіруші рух, жалпы категориясына жататын рухтар тіршіліктің түрлі саласында қызмет қылатын тіл табысқыш жандар болып құбылады. Олар құбылулары аралығында жерде болдырған энергияны қалпына келтірумен айналысады деп естідім. Құбылған үйлесім шеберлері мемлекеттік қайраткер, уағызшы, суретші, музыкант, жазушы сынды жұртты қанаттандырушы болуы мүмкін. Әдетте бұлар адамдардың қарым-қатынасымен байланысты планеталық ауқымды оқиғаларды теңдестіруші рухтар. Олар әлемдік оқиғаларға тасада тұрып қатысқан қоғам қайраткерлері, жеке тұлғалар болуы мүмкін. Бұл рухтар дәстүрлі түсінікке сай жекелеген адамдармен жұмыс жасайтын шипагерлер емес, өйткені үйлесім шеберлері теріс энергияны сейілтумен айналысып, кеңірек ауқымда әрекет етеді. Бірінші кітабында бұған мұқтаж болмаса да, жерде құбылуы әлі тоқтамаған өте мықты дамыған даналар жайлы жаздым. Бұлардың сөзі адамды қозғап жіберетін шешендер екенін естідім. Бұл дана жандардың мұраты адамзатқа көмек қылу. Бұлар адамды мезі қылмайтын, өзіне көңіл бөлуді талап етпейтін, сыпайы жандар. Мен білсем, бұлар жерде көп емес. Арамызда жүрген осы жоғары дамыған қарт рухтар белсенді бақылаушылар деп саналады. Олар өздері маңызды деп тапқан адам, қоғам тенденцияларына зер салады. Осыған орай мен бұларды үйлестіруші рухтар категориясына жатқыздым. Субъектілерім бұл даналардың аруақтар әлеміндегі өздері бақылаушылар деп санайтын үйлесім бойынша мамандарының бір тобына қатысы бар деп санайды. Бұл тұлғалар құбылмайды, алайда жердегі және өзге әлемдегі ахуал жайлы түрлі дерек көздерімен мәлімет алып отырады. Менде бұлар жайлы бірқатар құнды ақпарат бар. Бұны олар жайлы үйлестіруші рух болуға оқығанда білген азғантай пациентімнен естідім.
Сірә, бақылаушылар ақпаратпен жердегі бейберекетсіздікті туындататын әлеуметтік физикалық күштердің ықпалын жұмсартуға тырысатын өзге үйлестірушілерді жабдықтайтын болса керек. Келесі оқиға үйлестіруші болуға оқып жатқан Лэриан есімді 5-ші деңгейдегі рухқа қатысты баяндалады. 57-ші оқиға. Доктор, Лэриан, гармонизациямен айналысудың не екенін айтып бересіз бе? Субъект, бұл істі қолға алғаныма көп болмады. Айтып көрейін. Адамдарға көмектесу үшін жердегі кереғар энергияны үйлестіруді үйренудемін. Доктор, жердің жел, өрт, зілзаладай геофизика элементтерін айтып тұрсыз ба? Субъект, бұл менің сферам емес. Онымен өзге бір достарым айналысады. Доктор, сіздің миссияңызды білгенге дейін сол достарыңыздың не оқып жатқанын айтыңызшы. Субъект, бұлар табиғи физикалық қуаттың зор теріс энергия туындататын күйретуші, салдарын жұмсартушы планета реставраторлары. Доктор, неге аруақтар әлемдегі күштер бұл табиғи апаттардың алдын алып адамдарды қайғы қасіреттен құтқармайды? Субъект, онда жердегі тіршіліктің ажырамас бөлшегі табиғи апат болмас еді. Планета үйлестірушісі бұл күштердің ісіне қолынан келсе де араласпайды. Доктор, онда бұлардың міндеті қандай? Субъект, теріс энергия шоғырын басу үшін мазасы қашқан адамдарды үйлесімді энергия элементтерімен толтыру. Бұларды қалпына келтіру үшін плюстарымен, магниттік күшімен де жұмыстанады. Біз оларды шаң сорғыштар деп атаймыз. Доктор, жақсы, Лэриан, ал сіздің жұмысыңыз неден тұрады? Субъект, мен адамдардың тікелей іс-әрекетінен туындаған апаттарға үлесімді қосуға тырысамын. Доктор, арнайы тобыңызда қанша шәкірт бар? Субъект, 4. Доктор, сіз бен жолдастарыңыз соғысты тоқтатуды ойға алдыңыздар ма? Субъект, ойымды жеткізе алмадым ау. Сабағымыз жұртқа азап әкелетін адамдардың санасына тіке ықпал жасауды мақсат тұтпайды. Доктор, неге? Бұл үйлестіруші рух ретінде Гитлердің қырып жоюға бағытталған психосоматикалық тенденциясына ықпал еткіңіз келмейді дегеніңіз бе? Субъект, психопаттың санасы дәлел-дәйек үшін жабық. Мен әлем оқиғаларын өзгерте алатын ұстамдырақ жандарда оң энергия қалыптастыруды үйренудемін. Доктор, бұл адамдардың себеп-салдар байланысы табиғи карма әсерлерінің барша процесіне қысым білдіру емес пе? Субъект, себеп-салдар байланысының білінуі барша жағдай қазір де бар. Біз керек адамдарға оң энергия толқындарын жолдау арқылы саналырақ ой-пайым қамтамасыз еткіміз келеді. Шешімдерге ықпал жасамаймыз. Диалог үшін тыныш ахуал қалыптастыруға тырысамыз. Доктор, ықпал ете тұрып араласпауға тырысуыңыз арқылы Лэриан, сіз бір белорта позиция ұстанатын секілдісіз. Субъект, онда сізге ойымды жеткізе алмағаным. Қазір не істеп жатқанымды көбірек айтсам, айырмасын бәлкім түсінерсіз. Жерде өніп жатқан адами теріс энергияны сейілтіп, түрлендіру үшін өз энергия сәулемді реттеуді үйренудемін. Бұл қаталаған алқапты суландыру үшін бөгетті ашқанмен бірдей. Доктор, ұққаныма әлі сенімді емеспін, айта беріңізші. Субъект, шағын топ болып, зәулім ғимаратқа барып практикадан өтеміз. Эрлет, қатемізді лезде байқайтын өте шебер нұсқаушы, жердегі күйреткіш энергия құрылымдарын түбір ретке келтіреміз деп ойлаймын. Доктор, бұл ғимаратта не болып жатыр? Субъект, бұл үлкен топтарда адам ойының ауыспалы толқындарын өндіру мақсатында нақты вибрациялар мен жиілік құбылулары үшін геометрия базасын қамтамасыз етеді.
Осының бәрі бойымызда әбден араласады. Біз бұл энергияны дөңестерін түзеп, теп-тегіс қылып шығаруымыз керек. Доктор, үйлесімді ойлардың пайда болуына түрткі болу үшін бе? Субъект, иә, ой күш қосу үшін. Біз сондай-ақ теріс ойға әсер ететін вокал дыбыстарды зерттеп, мән мағынасын талдаймыз. Біз өзіне көмектескісі келетіндерге көмектескіміз келеді. Бұл олардың ісіне тікелей араласу емес. Доктор, жақсы. Лерен, үйлестіруші рух ретінде шеберлікке жеткеніңізде қолыңыздан не келетін болады? Субъект, түңіліп кетуге қарсы тұру үшін қалпына келтіруші энергияны жолдайтын боламыз. Үйлесім мелодиясы түбі бар, бәрі жақсы болатынын жайлы ақпаратты арқалап, жердің түрлі түпкіріне барады. Біз үміт сыйлаушылармыз. Көптеген үйлестіруші рухтардың әңгімелерін тыңдап, біз жерде атайтын хаос зертханасын ойлап тапқан рухани шеберлер осының бәрін іске қосып, құр жоғалып кеткен жоқ. Бізді қорғайтын қамқор жоғары тұлғалар бар. Шынымды айтсам, бұның растығына өмірімнің басым бөлігі бойы сенбей келдім. Үйлестіруші рухтардың әңгімелерінде бір ортақ лейтмотив бар. Бұлар жұртқа өзіне өзі көмектесе алатын құрал бергісі келеді. Бірақ олар адам баласының ар-ожданы емес және еркін шектемейді. Біз тіршіліктің саналы формалары аясында азап, ғажап және үмітке толы ортада түрлі мәселелерді шешу үшін жаратылдық және жерге жолдандық. Күнделікті өмірімізден энергиямыздың тап осы ара салмағын көруге тиіспіз. Көне Қытай мақалы, біз сорымызды талдап санап, бағымызды мүлде көзге ілмейміз дейді. Конструкция шеберлері. Бұл іс-қимыл сферасы да сан қырлы. Және ол мен үшін бұл рухтардың екі категориясымен білінеді. Геофизика аясында тек құрылыспен айналысатын және жанды нәрселерді жасайтын рухтар әрекет етеді. Мендегі бар мәліметке сай, жобалау шеберлігіне оқып жатқандар физикалық ғаламда әдетте жұлдыздан жаратылған соң біртіндеп суып жатқан елсіз планеталарды жұмыс жасауға тағайындалады. Тіршілік формасын жасаумен айналысатын рухтар жаңа өмір дами бастаған әлемдермен жұмыс жасайды. Мен энергияны планета геологиясын құрастыруға пайдалануды оқып жатқан конструктор рухтардың қызметін қарастырудан бастаймын. Олар планета топографиясының ерекшеліктерін қалыптастыра отырып, құрамдас бөліктермен жұмыс жасайтын рельеф архитектор құрылысшылары секілді. Бұл жұмыс тау, су, атмосфера, климатты қамтиды. Конструкторлар ландшафт, өсімдік, ағаш, жан иелерімен айналысатын рухтармен байланыста болғанмен, бұл жұмыс конструкторлық қызметтің өз алдына жеке бір саласы. Сірә, құрастыруға бет бұрған рухтардың аруақтар әлемінде арнайы сабақтары өмірінен таныс нысандарды қалыптастырудан басталғанға ұқсайды. 58-ші оқиға. Доктор, бастауыш тобыңызда қанша рух болды? Субъект, 21. Олардың көбі қазір тарап кетті. Доктор, бұл осы тобыңыздың мүшелерін мүлде дерлік көрмейтініңізді білдіре ме? Субъект, жоқ, олай емес. Біз тек жан-жаққа тарап кеттік. Көбіміз бірге жұмыс жасаймыз. Кейде ескі достармен кездесіп те тұрамын. Доктор, қасыңызда тобыңыздың қандай да бір мүшесі қалды ма? Субъект, 3. Және тағы 2 қалды. Доктор, жаңа тобыңызда қанша рух бар? Субъект, қазір 8. Тағы біреу қосылады деп естіп жатырмыз. Доктор, мені сіздің қалпыңызды қалай өзгергені қызықтырады. Бастауыш топтан осында ауысу қалай өткенін айтып бере аласыз ба? Субъект, басында
Сабағымызда бір гид келе бастағанын байқадым. Оның есімі Батек екенін білдік. Гидім Айыру оны бізге бас көз болуға шақырған екен. Доктор, ол сабақтарыңыздың кез келген сәтінде келетін бе? Субъект, жоқ. Біз құрастырумен айналысқанда ғана келетін. Доктор, сіздің конструкторлық жұмысыңыз неден тұрды? Субъект, бұл құрастыру үшін энергияны пайдалану. Өзіме материядан практикалық заттарды жасау ұнайды. Доктор, түсіндім. Біз бұған әлі ораламыз. Енді маған Батектің бастауыш тобыңыздың сабағына қатыспағаны жайлы айтыңызшы. Субъект, жоқ, ол жай ғана бақылаушы болды. Сабақ барысында әрқайсымызға зер салып отыратын. Анда-санда біреуіміздің жұмысымыз қалай жүріп жатқанын, қандай да бір нақты ұмтылысымыз бар жоғы жайлы сұрап қойды. Доктор, сіз Батекті, ол сізді қалай қабылдағанын қысқаша айтып беріңізші. Субъект, ол маған бірден ұнады. Өз ісімнен ләззат алатынымды ол да көрді деп ойлаймын. Доктор, қарым-қатынастарыңыз ары қарай қалай өрбіді? Субъект, біраз уақыттан, бірнеше ғұмырдан соң кейбіреуімізге онымен бірге жаңадан қалыптасқан өзге бір топқа барып тұру ұсынылды. Хайенттің ажырамас үшін менімен бірге барғысы келгені есімде. Доктор, Хайент сіз үшін маңызды тұлға ма? Субъект, иә, ет жақын рух. Доктор, ол сізбен бірге жаңа топқа қосты ма? Субъект, жоқ. Хайентке тек қана құрастырумен айналысу онша жақпай қалыптасып жатқан өзге бір жаңа топқа қосылды. Доктор, Хайентке жаңа тобыңызда не ұнамады? Субъект, маған энергияны өңдеу, оны бөлшектеу, қалыптастыру, материя блоктарын құрай отырып, жазықтармен және геометриялық денелермен тәжірибелер жасау ұнайтынын айтайын. Ал Хайент кеше? Хайентті қоршаған ортаның тіршілікке жарамды көркем элементтерін құрастыру қызықтырады. Оның қолынан пейзаж күшті шығады. Мен таулар тізбегін қалыптастыра алсам, оған тауда өсетін шөп, ағаш тартымды көрінеді. Доктор, осыны әбден ұқсам деймін. Сіз физикалық әлемге барып, ағаш сынды өмір формасымен шұғылданатын Хайент сияқтымен бірге тауды құрайсыз ба? Субъект, жоқ. Біз қалыптасып жатқан физикалық әлемдермен жұмыс жасап, таулардың қалыптасуына әкелетін геологиялық күштерді іске қосамыз. Конструкторлық жобаларым өзінен өзі жүзеге асуы тиіс те емес. Сондай-ақ Хайент тіршілікке жарамды әлемдерде ересек ағаштардан тұратын орманды қалыптастырмайды. Оның адамдары түбінде өздері қалаған ағашқа айналатын жасушаларды жобалайды. Доктор, бұл Хайент екеуіңіздің тобыңыз жеке жұмыс жасайтынын білдіре ме? Субъект, жоқ, ол қасымда жұмыс жасайды. Доктор, жаңадан қалыптасқан топта бұл қалай жүзеге асады? Субъект, бұрынғы тобымнан қашан болсын мүлде бөлініп кетемін деп ойламаймын. Біз бір-бірімізді түрліше толықтырып жүрміз. 1000 жыл бойы барша ғұмырларымызда өзара көмектесіп келеміз. Енді жаңа адамдармен бір түрлі араласып кеттік. Біз бұрынғы топтарымызға бірдей көзқарас сеземіз. Бұндағылармен тәжірибеміз, өткеніміз ұқсамайды және бұған бой үйрету керек. Доктор, жаңа тобыңыздың мүшелерінің арасында бәсеке болуы мүмкін бе? Субъект, жоқ. Бәрімізді ортақ іске үлес қосуға көмектесуі талпынысымыз біріктіреді. Бір-бірімізді әзіл мен шымшу негізінен өткенде қалды. Мұнда бәрі салмақты, әркімнің өз дарын, идея, әдісі бар. Батектің бізді біріктіруге тырысып жатқанын көріп жүрміз және әркімнің қабілетіне зер салуды үйренудеміз. Мұнда болу зор құрмет, дегенмен әрқайсымыздың өз мініміз бар. Доктор, сізде қандай екен? Субъект, мен өз күшіммен тәжірибе жасауға қорқамын.
Бірдеңені шебер құрастыра алатынымды білетін, комфорт жағдайда іс қылғанды жақсы көремін. Жаңа достарымның біреуі маған кереғар жан. Ол қандай да бір тәуір планеталық затты жасап тұрып, аяқ астынан ақылға сыймайтынды ойлап табады. Мысалы, ауаны ешкім тыныс ала алмайтындай бірдеңе қылып тастайды. Ол мен істей алмайтынды жасап, бәрін түрлі күрделі жобамен құрта салуға қабілетті. Доктор, сабақта жобаңызбен қалай жұмыс жасап бастайсыз? Субъект, әуелі қалайтынымды көз алдыма әкелемін. Дәл жоспарлау үшін бәрін санамда тіземін. Жаңа тобымызда тиісті сападағы энергияны үлкен ауқымдағы дұрыс композицияда қолдануды үйренеміз. Айру екеуміз бұл жұмысты бөлшектеп жүзеге асырудамыз. Ал Батек бәрінің өзара байланыста біртұтас болғанын қалайды. Доктор, энергия элементтерінің өзара әрекеттесуі жұмысыңыздың формасы мен тепе-теңдігі үшін неге сонша маңызды? Субъект, міне, жарық энергиясы өз процесін бастайды, бірақ жобада үйлесім болуы, практикада қолдануға ыңғайлы болуы тиіс. Кенет күліп жіберді. Доктор, неге күліп жатырсыз? Субъект, Хайент екеуміздің конструкторлық жобамыз ойыма келді. Онымен бос уақытымызда айналысып ек. Хайент екеуміз бір-біріміздің әлде қандай екенімізді әзірлеп тұрдық. Сонда ол мені өткен ғұмырымыздың бірінде некемізді қиған бір керемет шіркеудің шағын нұсқасын жасап көрші деп сынады. Ол ғұмырымда орта ғасырлық Францияда, яғни мен тас кесуші болдым. Доктор, келістіңіз бе? Субъект әлі күліп жатып. Иә, маған көмектесесің деген шартпен келістім. Доктор, бұл дұрыс па? Оның құрылысшы емесін айтып тұрмын. Субъект, иә, маманы емес, бірақ өзі жақсы көретін витраж терезе, мүсіндерді туындатуға талпынуға келісті. Ол сұлулықты, ал мен кәдеге асу жағын қаладым. Қандай үйлесім? Мен істі қабырғалар үшін жалпақ сәулелерді қолданудан бастағаным сәтті шықты, ал төбе күмбезді ұқсата алмай Батекті шақырып, ол бәрін түзеп берді. Доктор, жиі қоятын сұрағым. Бірақ бұның бәрі иллюзия ғой, солай ма? Субъект күліп. Өзіңіз осыған бек сенімдісіз бе? Бұл ғимарат біз қашан қаласақ, сонша уақыт тұра береді. Доктор, сосын ше? Субъект, жоқ болып кетеді. Доктор, сонымен сіз оқуыңыздың қай сатысындасыз? Субъект, қазір планеталық ауқымды тас формалар үшін энергия бөлшектерін жасаумен айналысудамын. Доктор, назарыңыз негізінен осыған бағытталған ба? Субъект, жоқ, бұған қоса негізінен жалғыз өзім материяның барша элементтерін біріктіруді үйренуім үшін топографияның көптеген шағын модельдері мен тәжірибе жасауым керек. Көп қателесіп жатамын. Бірақ маған оқу ұнайды. Тек бұның бәрі тым баяу жүріп жатыр. Материяға манипуляция жасауды рухтарға кім күш береді? Субъектлерім кемшін қабілеттері ұстаздарынан қуат алатыны жайлы айтады. Олар бұл шеберлер өз кезегінде өздерінен жоғары көзден күш алады деп сенеді. Бірақ қатардағы рухтар бұл зор қуаттың мардымсыз қырын ғана білдіреді. Мен көп жыл бойы өз-өзіммен жаратылыс жайлы айтысып жүріп, конструкторлардың рухын алған ғарыш жайлы ақпараттардың түрлі фрагменттерін біріктірем деп біраз талпындым. Мен саналы энергияның толқындары материяның субатом бөлшектерін жасайды. Тап осы толқындардың жиілігі материяның тиісті реакциясын туындатады деген қорытындыға келдім. Астрономдарға ғаламымыздың жалпы тығыздығын қамтамасыз ететін және бос ғарыш кеңістігін кеңейту үшін жердің тартылыс күшіне қарсы әрекет ететін энергияның беймәлім формасы бары біртүрлі көрінеді. Мен саналы энергияның толқындарының музыкалық резонансы космологияда әлде бір рөл ойнайтыны жайлы естідім.
Көптеген субъектілерім гармоникалар, ара салмақ, өлшемі бар энергияның нотасының ырғақты сипаттамасымен байланысты деп түсіндіреді. Конструктор рухтың субъектілер. Бұл жобалар оралымды модельдер секілді еркін орын ауыстыратын геометриялық формалардың қалыптасуына қатысы бар және бұл түрі ғаламның құрылысына белгілі бір үлес қосады дейді. Ғарыш геометриясы жайлы бір пациентім 5-ші тараудың рухани орта бөлімінде және 44-ші оқиғада баяндады. Құрастыру шеберлері жаратылысқа зор ықпал етеді. Мен олардың шексіз қоршаған ортада мақсаттарын жүзеге асыру үшін бас аяғы жоқ болып көрінетін ғаламдарды қоса алатыны жайлы естіп жүрмін. Бұл идеяны логикаға салып, ары қарай жалғаса, бұл ұлы шеберлер жұлдыз, планета, сосын ғаламдағы өмір қалыптасу процесі басталатын галактика материясының газ бұлтын жасауға қабілетті болуы мүмкін деген қорытындыға келеміз. Өзім жанды да жансыз нысандарды қалыптастыру процесінің ар жағында саналы ой тұрғанына сенімдімін. Бұны жарық энергиясын ойлау, құрастыру, түпкі формалары да өздері көргісі келетін физикалық сипаттамаларға ие молекулалар мен тірі материяның клетка құрылымдарына манипуляция жасау үшін пайдаланатын рухтар растайды. Соңғы оқиғадан дизайнер Хайенттің көркем рухы аруақтар әлемде ересек ағаштарды түпкі өнімнің қаншалықты сәтті екенін көру үшін жасағанын, сосын кері бүршікке ағаштың жасушасына оралғанын білдім. Практикалық қолданыс үшін материя жасаудың процесі осындай болады. Мен бұндай энергия жаттығудың тышқанды жасауға қатысты мысалын 35-ші оқиғада келтірдім. Келесі оқиға тірі организмдермен жұмыс жасайтын рухтардың тағы бір мысалы. Аруақтар әлемінің ботаникалық биологтары болып табылатын бұл құрастырушы рухтар миллиардтаған планетада тіршілік барын айтады. Менің картотекамда өзге әлемдерде құбылған және жердегі құбылулары аралығында оқу, демалыс үшін түрлі беймәлім әлемдерге саяхат жасаған рухтар көп болды. 59-ші оқиға. Бұл әдеттен тыс оқиғаның Кала есімді конструктор рухқа қатысы бар. Сеанс барысында ол маған жақында алған тапсырмасы жайлы айтты. Оған эволюция адаптациясы кезінде түзеле қоймаған бір экожүйенің мәселесін шешуі керек болды. Осы оқиғаға дейін рухтар қандайда бір планетаға бар ортаны өзгерту, түзету үшін оралады деп ойлаған жоқпын. Өйткені бұл олардың жобасы қате болды дегенді білдірер еді. Сондықтан мен үшін Каланың тәжірибесі бақылаудағы сынақтағы бар жаратылыстың молекулалық құрамын өзгертумен байланысты екенін білу жаңалық болды. Пациенттерім өзге әлемдердегі өмір тәжірибесін баяндағанда, мен одан галактиканың орналасу орны, планета мен орбитаның өлшемі, одан жұлдызға дейін қашықтық, атмосфера құрамы, гравитациясы мен топографиясы жайлы білуге тырысамын. Кезіндегі астрономияға қызығушылығым осы детальдарды нақтылауға қосымша түрткі деп ойлаймын. Дегенмен көп пациент астрономиялық сұрақтарды орынсыз, басқа жаққа бұрады деп санап, оларға жауап беруді жақтырмайды. Біздің физикалық ғаламымызда 100 миллиард галактика барын білеміз. Бір-бірінен көп жарық жылдар қашықтығында орналасып, ғарыш тұңғиығында қалқыған бұл күміс аралдардың әрқайсысында тіршілік ықтимал миллиардтаған күн планеталар бар. Субъектілерімнің көбі үшін астрономиялық сұрақтардың мәні шамалы болғандықтан және олар баяндап жатқан әлемдер жердің ғарыштағы квадратынан өте қашықтығына орай көбіне әңгімені өзге тақырыпқа бұратынмын. Кала құрастыру шығармашылығына қатысты сабағы жерден айтарлықтай алыс планетада өтіп жатқанын жеткізуге тырысты. Ол бүл әлемді Джаспер деп атап, оның қосарланған, яғни бинар жұлдыз жүйесінде орналасқанын, маңындағы қашықтықта
үлкен солғын қызыл жұлдызы бар ыстық сары жұлдыздың айналасында айналып жүргенін айтты. Сондай-ақ Джаспер жерден аздап үлкен, бірақ мұхиттары шағындау екенін де білдірді. Кала субтропикалық бұл әлемнің көгінде 4 айы болғанын да қосып қойды. Кала ойланып барып, жердегі жануарларға ұқсайтын бір түрлі тіршілік иесімен жұмыс дегені жайлы айтуға келісті. Әдетте, өзге планеталарда жұмыс тәжірибесі бар пациенттер өздері құпия деп санайтын ақпаратпен бөлісуге аса құлықты емес. Бұл жайлы аруақтар әлемінің өзге салаларын қарастырғанымда сөз қылдым. Субъектілер өздеріне сеніп тапсырылған білімді ашпау керегін сезгенде үндемей қалады. Бұл әсіресе өзге өркениеттерге қатысы болғанда. Бұл жайлы сізге де маған да білуге болмайды дегенді естігенімде көңілім түсіп кетеді. Калаға қатысты оқиғада мен екеуміз үшін де рухтың мүмкіндіктерін білу маңызын және өзімнің жай ғана қызығушылық танытқан зерттеуші емесімді айттым. Өзге әлемдер жайлы айтуға кедергі болған тосқауылды еңсеруім үшін өзіңізге өте ұнайтын әдеттен тыс өмір формалары бар ма деп сұрап амалдайтыным бар. Жұмыс не қызық үшін саяхаттап жүрген көп рух бұндайда шыдай алмай әңгіме әсерлермен бөлісіп жатады. Доктор: Кала, Джасперге қатысты тапсырмаңыз жайлы көбірек сөйлессек. Бұл маған сіздің мамандығыңызды ұғуға көмектесер ме? Бәлкім сабағыңыз Джаспердегі жобаңыз жайлы айтып бастарсыз. Субъект: Біз 6-аумыз. Бірқатар сақа конструктор шеберлермен бірге осы әлемде жұмыс жасауға тапсырма алдық. Өйткені кейбір өсімдіктердің қаулап өсуі кішкентай жануарлардың азық жүйесін бұзу қаупі бар. Доктор: Сонда Джасперді түйткіл негізінен экожүйеге қатысы болғаны ма? Субъект: Иә, бұл жүзімге ұқсайтын бұталардың қаулап кетуі азықтық маңызы бар өсімдіктерді құртады. Планетада Джасперде кей тіршілік иелері үшін жарамды орын аз қалды. Доктор: Ал олар жүзім жей ала ма? Субъект: Жоқ, сондықтан да Джасперге тапсырмамен аттандық. Доктор: Планетаны бұл жүзімдіктерден арылту үшін ғой, е? Субъект: Жоқ, олар бұл планетамен оның топырағына сай келеді. Доктор: Онда тапсырманың мәні не? Субъект: Өзге өсімдіктерді тұншықтыратын бұл бұтаның таралуын бақылауда ұстау үшін осы жүзімді жейтін жануарды жарату. Доктор: Қандай жануар? Субъект: Ринноцула. Доктор: Джасперде әуелден болмаған жануарды қалай жаратпақшысыздар? Субъект: Бұрыннан бар кішкентай 4 аяқты жануарды тиісті мутация туындатып, өсуін тездету арқылы. Доктор: Өзгесін жасау үшін бір жануардың ДНК-сынан ген кодын өзгерте аласыз ба? Субъект: Өзім жасай алмаймын. Оқу сыныбымыздың энергиясымен осы сапарда бірге жүрген қос үлкендердің біліктілігін ұштастырып қолданамыз. Доктор: Өз энергияңызды организмнің молекула құрамын өзгерту үшін табиғи сұрыпталу процесін алдау мақсатында пайдаланасыз ба? Субъект: Иә. Бұл шағын жануарлардың ареалын кеңейту үшін, бұрыннан бар түрді аман сақтау үшін үлкейтіп өзгертеміз. Табиғи сұрыпталу нәтижесін күтетін уақыт жоғына орай 4 аяқты жануарлардың санын да арттырамыз. Доктор: Ринноцула пайда болуы үшін мутацияны тездетесіз бе, әлде жануардың пішінін үлкейтесіз бе? Субъект: Екеуін де істейміз. Бұл эволюциялық өзгеріс бір ұрпақ кезінде жүзеге асу үшін ринноцуланың үлкен болғанын қалаймыз. Доктор: Бұған қанша жер жылы кетеді? Субъект: 50 жыл шамасы шығар. Бізге бұл бір күн секілді. Доктор: Әлі ринноцула емес бұл жануарларға не істейсіздер? Субъект: Аяқтары, жүн жамылған денесі сол күйі қалады, тек ірірек болады. Доктор: Түпкі нәтиже жайлы айтыңызшы, ринноцуланың түрі қандай? Субъект:
Егіне жеткен үлкен елген мұрны, үлкен ерін, зор жақ, ауқымды маңдай, тұқайлы 4 аяғы бар. Үлкендігі шамамен жылқыдай. Доктор: жүн жамылған денесі сол күйі қалады деп едіңіз ғой? Субъект: иә, ринуцуланың үстін түгелімен ұзын сары қоңыр жүн жапқан. Доктор: бұл жануардың миы жылқыныкінен үлкен бе, кіші ме? Субъект: ринуцула жылқыдан ақылдырақ. Доктор: ол Сеустың балалар кітабындағы жануарды еске салады екен. Субъект: иә, сондықтан да оны есіне алсаң көңілің көтеріледі. Доктор: ринуцула Джаспер үшін жаңа құбылыс бе? Субъект: иә, себебі ол әуелгі жануарлардан бірнеше есе үлкен және аса дамыған жағы мен қуатты денесі сынды айырмашылықтары бар жүзіммен қоректенетін мақұлық болды. Ринуцула түсінігі бар, әуелгі түпнұсқадай жыртқыш, қомағай емес жануар. Сақарухтар тап осыны қалап еді. Доктор: бұл планетада өсіп-өну қалай жүреді? Ринуцула тез көбейіп жатыр ма? Субъект: жоқ, ұрпақ өрбіту жағы баяулау. Сондықтан да қалаған ген сипаттамасын бағдарлаған соң ринуцуланың жеткілікті санын жасау керек болды. Доктор: бұл тәжірибенің қалай аяқталғаны сізге мәлім бе? Субъект: Джаспер қазір шөпқоректілердің үйлесімдірек ортасына айланды. Өзге де жануарлардың қалыпты тіршілік еткенін қалаймыз. Жүзімдіктер бақылауда. Доктор: түбі Джасперде дамыған саналы тіршілік қалыптастыруды ойға алдыңыздар ма? Субъект: мүмкін. Жоспарлайтын сақарухтар ғой, білмеймін мен. Зерттеушілер: құбылулары арасында аруақтар әлемінен тыс түрлі жағдайларда тәжірибе жинап жүргендердің көбі зерттеуші рухтар деп санаймын. Бұлар жеке дамуы өзге әлемдерге сіңуді талап ететін не жай қызық үшін саяхаттап жүрген рухтар болуы мүмкін. Менде ғұмырлары аралығындағы саяхатты қарастыратын тапсырмалары бар пациенттер де болды. Үйреніп жатқан саха рухтар біздің ғаламның физикалық және ментал әлемдеріне, сондай-ақ өзге де өлшемдерге саяхат жасайды. Менде қолымда бар мәліметтерге сүйене отырып, кемелдікке жеткен зерттеуші рухтар жайлы, бұлар тәжірибесі кемдеу рухтарды оқыту үшін орындарды іздеп, сосын оларды осында алып келетін жоғары маманданған құбылмайтын рухтар деген түсінік қалыптасты. Олардың жұмыс этикасы зерттеуден тұрады. Жердегі құбылуы әлі тоқтамаған рухтар аруақтар әлемінен өзге орындарға саяхат жасағанда бір орыннан келесісіне еш аялдамасыз жететіндей болып көрінеді. Пациенттерім өз саяхаттарын ұзақ не қысқа деп қарастырмайтынын да айтады. Төменде келтірілген жайт осы айтылғанды жақсы бейнелейді. Аруақтар әлемінен физикалық әлемге ауысқанда есік ашылып ар жаққа апаратын бір дәліздің бойындағы қабырғаларды көргендей боласыз. Сосын тағы бір есік ашылғанда сол жақтан бір шығасыз. Өзге өлшем ментал әлемге ауысқанымда бір орында қатып қалған деталь секілді телевизор экраны арқылы таза ойдан тұратын магнит аймаққа жүзіп өтемін. Бос кеңістіктер бүлкілдеген үлкен энергия өрістерінен тұрады. Бұл энергияның қуатын материалды ғаламға аттанғанымдағыдан көбірек сеземін. Өйткені біз жеңіл өтуіміз үшін толқынымыздың резонансын қалыптасқан жағдайларға бейімдеуіміз керек. Жоғалмас үшін өз энергиямызды тығыз күйде сақтағым келеді. Бұл саяхаттар қас қағым сәтте болмағанымен өте тез жүреді. Мен жұмыс жасайтын өзге әлемді зерттеушілердің көбінің нұсқаушылары бар. Сондай-ақ кеңістік аралық саяхат жасаушы субъектілердің бәрі бірдей дамыған рухтар емесін анықтадым. Біз бұны жасырынбақ ойыны мысалынан көрдік. Тәуекел қызыққа құмар бұндай рухтарға түрлі күрделі жағдайларға тап болып, түрлі жайт нәрсенің дәмін татуы ұнайды. Саналы тіршілік иелері материя блоктарында күміс пен қорғасынның қоспасы секілді тығыз орналасқан
жағдайда өмір сүретін жайттарды да естідім. Тағы біреулер кристалл мұнаралардың әйнек қабатындай жылтыраған патшалық жайлы айтады. Саналы тіршілік қайнап жатқан от, су, мұз, газдан тұратын физикалық әлемдер бар. Зерттеуші рухтар енетін бұл сфералар жарық, жұмсақ түсті не күңгірт болады. Алайда күңгірт тіршілік ортасынан қорқатын ештеңе жоқ. Зерттеуші рухтар өз саяхаттарында жарық пен қараңғы кереғарлығына өзге факторларда емес, аса тоқталмайды. Бұл тынапсыз не жайбарақат, мекендеушілері сирек не тығыз физикалық не ментал орта, таза не қарабайыр сана ахуалы болуы мүмкін. Ғарыш санасының түрлі сферасын шарлайтын рухтар өз энергиясын жергілікті жағдай симметриясымен теңдестіруді үйренуі тиіс. Зерттеуші гидтер жоғарырақ кеңістік деңгейлерге рухтармен бірге олардың санасын көтеру үшін қысқа саяхатқа шығуы мүмкін. Көп субъектілерге бұл саяхат жас рухтарды тіптен есінен айырмас үшін ұзаққа созылмайтындай көрінеді. Соңғы тараудың қалыпқа келу тыңаю тақырыбына арналған бөлімде рухтар әдетте физикалық әлемдерге сапар шегеді және олардың ұзақтығы жер санауымен бірнеше күннен жүздеген жылға созылуы мүмкін. Субъектілерімнің ғұмыр аралығындағы демалыс, сауық кезеңі жайлы әңгімелерінен өзге әлемдер жайлы көп мәлімет аламын. Әдетте олар өзге әлемдерге жасаған сауық сапарлары жайлы ықыласпен бөліседі. Мына оқиға соның бірі. 60-шы оқиға. Доктор, ғұмырлар аралығында тобыңызбен бірге карма сабағын өтуден бос кезде негізінен тағы немен айналысасыздар? Субъект: енді негізінен саяхатқа шығамын, алайда бұл жеке ақпарат, онымен бөлісу қажет деп ойламаймын. Доктор: айтпауға тиіс нәрсеңізбен бөлісіп, ыңғайсыздық сезінгеніңізді қаламаймын. Мен бар жоғы өзіңізге айрықша әсер қалдырған экзотикалық орындарда болмағаныңызды білгім келеді. Субъект: о, иә, Бруэлл ғой. Доктор: сіз бұл әлемде құбыласыз ба? Субъект: жоқ, денеде құбылмаймын. Бруэллге рухымды қалпына келтіру үшін барамын. Адамы жоқ жерге ұқсайтын бұнда саяхаттау маған ұнайды. Доктор: түсінемін. Сіз онда демалыс, қызық үшін барасыз. Бәлкім, Бруэллді жермен салыстырып сипаттап бересіз. Субъект: Бруэлл жерден кішірек, күні алыс болғандықтан салқындау, онда тау, ағаш, гүл, таза су бар, бірақ мұхит жоқ. Доктор: сізді Бруэллге кім алып келді? Субъект: Джаму есімді шебер навигатор. Доктор: ол саяхат бойынша маманданған зерттеуші ме, әлде гидіңіз бе? Субъект: Джаму мықты зерттеуші. Біз оларды навигатор деп атаймыз. Қаласа, біздің гидтеріміз де мұнда бізбен бірге келе алады. Доктор: түсіндім. Әдетте саяхатқа тобыңызбен бірге шығасыз ба, әлде жалғыз ба? Субъект: жалғыз шыға аламыз, бірақ әдетте навигатор өзімен бірге түрлі топтың бірнеше мүшесін алады. Доктор: Джаму жайлы не ойлайсыз? Субъект: Джамуға күнделікті тірліктен демалғысы келгендерге жетекші болған ұнайды. Сапар көкжиегімізді кеңейтеді деп санайды. Доктор: қызық екен, Бруэллдің несімен ұнайтынын айтқыңыз келетінін біліп тұрмын. Сондықтан осы планетадағы жануарлар жайлы әңгіме айтайық. Субъект: онда балық, бақа, жылан, ешқандай қосмекенді жоқ. Доктор: неге екен, қалай ойлайсыз? Субъект: мұнда келгендер ерекше құрлық жануармен айналысқысы келетінінен өзге дым білмеймін. Ол үндемей қалды. Доктор: өтініп, ерекше есіңізде қалған жануар бар ма? Субъект: біздің сүйікті жануарымыз Ардер. Ол мысық мінезді кішкентай аю секілді. Өзін құшақтап: Ардер керемет, мамық, бейбіт жануар. Шынында ол біз білсек жануар да емес. Доктор: сонда қалай? Субъект: Ардер
өте саналы, ерке. Доктор, оның санасының адамдыкінен айырмашылығы қандай? Субъект, айту қиын, адамдыкінен жоғарыда төменде емес, өзге. Доктор, ең басты айырмашылығы қандай сонда? Субъект, олар қақтығыс, бәсеке дегенді білмейді. Бұл бейбіт мекенге бізді жердің келешегіне сену, ынтымақ, өмірдің жерді қандай қыларын көруге әкеледі. Доктор, достарыңызбен сонда бір елді немен айналысасыздар? Субъект, мында келіп, жердің демалуға мұқтаж жандарымен байланысы барға ұқсайтын жаңағы нәзік жануармен ойнаймыз. Ардармен қатынасқа түсу үшін энергиямыздың мардымсыз бөлігін жұмсаймыз. Доктор, осы процесс жайлы толығырақ айтып берерсіз бе? Субъект, оларды құшақтау үшін адамның мөлдір формасын қабылдап, санасына сыр әдеппен кіреміз. Жер сынды мазасыз физикалық әлемдегі өмірімізден соң, олар бізге осы жағдайда шипа береді. Ардер бізді тыныштандырады, адам денесінің мүмкіндіктерін білуге ынталандырады. Демалыс және энергияны қалпына келтіру жағдайлары саяхатшы рухтар үшін зерттеу нысандары және сондай-ақ ғажап өмір формаларының сипаттары. Транскинді субъектлерім жерге ұқсайтын, бірақ адамы жоқ, бұзылмайтын планеталар жайлы жылы ұшырай сөйлейді. Олар бұл орындарды ерекше ойын алаңдары ретінде қарастырады. Ментал әлемдерге жасаған саяхаттарын есіне түсірген пациенттер менде ондай көп болған жоқ. Бұл заңды нәрсе. Біз жарық пен кеңістікке үйренген жан иелеріміз. Келесі үзіндіде өзге өмір формаларымен тек демалыс сауық үшін араласудың бір мысалы келтіріледі. Квиглестердің мекеніне аттандық. Олардың үлкендігі жұпар тышқандай, толық түкті маңдайы дельфиндікіндей. Квиглестердің құлағы үлкен, дөңгелек, мұрындары тік, зерде деңгейі бәлкім ақылды иттікіндей. Олар бізді жақсы көретін, шын берілген, шат көңіл жануарлар. Бұл планета аласа төбелері гүл мен жатаған әсем ағашқа толы жазық пен кезектескен көне де тылсым жер. Таза су көзі бар бұл жер өте көркем. Тып-тыныш осы мекенде демаламыз, ойнаймыз. Түсімізде алып, дәу, титімдей эльф көрсек те, не ұшатын, не қалқитын жануардың денесін еленгенімізді көрсек, бұл түп санамыздағы өзге әлемдердегі бұрынғы ғұмырымыз жайлы жадымызды білдіруі мүмкін. Сондай-ақ бұл тіршілік иелері мен экзотикалық әлемге жасаған саяхатымыз барысында араласқан болуымыз да мүмкін. Мифологиялық образдарының біртүрлі тіршілік иелерінің айтарлықтай бөлігі осы естеліктерден өсіп өнуі ықтимал. Адамдардың көбі түсінде ұша алатынын көреді. Бұл бір ғұмырымызда қанатты тіршілік иесінің денесінде құбылғанымыздан гөрі, құбылмаған кезіміздегі самғауларымыз жайлы естеліктермен көбірек байланысты болса керек. Жер рухтары мен өзге тіршілік формаларының симбиоз қарым-қатынасы жайлы көбірек білу үшін бір гибрид рух субъектім айтқанынан үзінді келтірейін. Оқырмандарым гибридтер мен 4-ші тараудың 20-шы оқиғасына қатысты берген комментарийлерімнен егжей-тегжейлі таныса алады. Төменде келтірілген фрагментте тәтті естеліктерге шомған субъект ностальгия күйін кешеді. Кейде гибрид рухтар ғұмырлар аралығында зерттеуші рухтар оларды тұңғыш физикалық құбылуын бастан кешірген әлемге ұқсайтынға өзімен бірге алатынын айтады. Жердегі ғұмырларым аралығында энтариум атты су әлеміне барып тұрамын. Жердегі қым-қуыттан соң ол сондай жайбарақат болып көрінеді. Энтариумның үлкендігі Исландиядай бір ғана континенті бар. Оған суға іңкәр бірнеше досыммен бірге барып тұрамыз. Бізді бұнда осы аймақты білетін бір зерттеуші кит алып келеді. Біз мұнда аздап китке ұқсайтын кретендерге қосыламыз. Бұлар біздің мұнда анда-санда келіп ментал араласуымызға қарсы емес. Көне нәсіл телепаттар. Кейде бұлар белгілі бір орында жиналып, өзге
Энтариумнен көрші галактикадағы жұлдыздар маңындағы екі планетада тұратын саналы су түршілік формалармен телепатиялық байланысқа түсіп тұрады. Бұл мекенде маған ең ұнайтыны крейтиндермен ынтымақ, ой үйлесімі. Бұл менің санамды қалпына келтіріп, ең әуелгі планетамды еске салады. Крейтиндердің планетасының маңындағы магниттік энергия белдеуінің қиылысының ерекше нүктелерін білу арқылы ұжымдық ой өрісін өзге әлемдерге жолдай алатыныма күмәнім жоқ. Біз төртінші тарауда сөз қылған жердің энергия линияларына ұқсайтын бұл құйын аумақтар крейтиндердің телепатия қабілетін қуаттандырып, жұлдыз аралық қарым-қатынасты мүмкін қылатын ақпарат жолдау арнасы қызметін атқаратынға ұқсайды. Осы және сол секілді жүздеген оқиға жер мен ғаламдағының бәрі ой толқындары арқылы аруақтар әлемімен байланысты деген қорытындыға келуге мүмкіндік береді. Бұл тұжырым бізді қоршаған өзге де кеңістіктерге қатысты ақиқи. Сананың күрделі прогрессиясы материяның барлық элементтерімен бірге ғаламдық сананың белгілі бір жоспарына негізделген тұтас симфония десе де болады. Өткен тарауда зерттеуге қызығушылық танытқандар үшін ойын сауық оқу құралы ретінде қалай пайдаланылатыны жайлы түсіндірдім. Тәжірибелеулері кеңістік аралық саяхаттармен айналысады. Зерттеуші тәлімгер субъектімнің бірі маған зерттеуші болуым үшін физикалық әлемдерге саяхат жасаудан бастап, кеңістік аралық сапарларға шығып, ментал әлемді шарлау сынды көп нәрсені меңгеруім керегін айтты. Оқырмандарды кеңістік аралық өмірмен таныстыру үшін терең гипноз халінде рухы әуелде басқа бір кеңістікке тіршілік еткенін айтып берген бір жапониялық пациентімнің ғажап оқиғасын тыңдадым. Оның рухани есімі Канно. 61-ші оқиға. Канно ақш-қа көп жыл бұрын білімін жалғастыруға келген жапон ғалымы. Қазіргі шақта ол зертханаларда оңашаланғанды тәуір көреді. Оның иммунитеті өзге гибрид рухтар секілді әлсіз. Бұларға адам денесінде құбылу тәжірибесінің аздығы, сондай-ақ ғұмырдан ғұмырға ауысқан өзге әлемдерде тіршілік ету ерекшеліктерінің тым көптігі ауыр әсер етеді. Бұрында атап өткенімдей, жадынан ескі денелеріндегі энергия құрылымдары өшу үшін гибрид рухтарға жерде сан мәрте дүниеге келу керек болуы мүмкін. Канномен сеансымызды әдеттегідей оны анасының құрсағында болған кезге регрессиялаудан бастадым. Регрессиялаушыға пациенттің рухмен байланыс орнату үшін бұл өте қолайлы сәт. Анасының жатырындағы субъектім соңғы рет осыдан 300 жыл бұрын Үндістанда дүниеге келуіне орай алда күтіп тұрған жарыққа шығуға қатысты мазасы қашқанын айтады. Канноның регрессиясын Үндістандағы өткен ғұмырындағы өлім сәтіне дейін жалғастырдым. Сосын біз аруақтар әлеміне ауыстық. Диалог Канноның гиді Файнеспен кездесуінен басталды. Доктор: Файнес сізге не дейді? Субъект: ол оралу мен серуен қалай өтті деді. Доктор: сіз оған не деп жауап бердіңіз? Субъект: ол осыншама күйсіз болу керек пе? Доктор: ол Үндістандағы ғұмырыңызға берген бағаңызбен келісті ме? Субъект: Файнес сойқан планета жайлы толық білуім үшін жердегі өмірімді қиындықтан бастауға өз еркіммен келіскенімді есіме салды. Мен Үндістанда қайыршылардың ең сорлысы болып қатты жоқшылықтан күн кештім ғой. Доктор: жердегі тұңғыш ғұмырыңызда осындай азап кешкіңіз келіп пе? Субъект: өмір сұмдық болды. Өзімде оны реттей оймадым. Лашығымның есіне мен үшін ақша төлеген бір баласыз отбасы өтеуіне қызымды тартып алғанда, есімнен танып, ештеңемен айналыса алмай қалдым. Өткен өлім сәтін қайта бастан кешкен Канно креслода қозғалақтап кетті. Адамдары бала сататын бұл не қылған планета? Доктор:
кананың гибрид рух екенін әлі білмегендігімде жаңсақ түйін жасадым. Жердегі жас рух үшін бұл өте ауыр тұңғыш құбылу ғой. Субъект: онда мені жас рух болды деп сізге кім айтты? Доктор: өкінемін, Канна. Қазір сіздің жердегі екінші ғана құбылуыңыз деп шешіп едім. Субъект: солай, тек мен өзге өлшемненмін. Доктор: мәссаған. Бұл жайлы айтып бере аласыз ба? Субъект: бізде осы кеңістіктегідей физикалық әлем болған жоқ. Ментал әлемде құбылып жүрдім. Доктор: бұл әлемде қандай кейіпте болдыңыз? Субъект: ұзын, былқылдақ, сүйексіз денем болды. Күміс түсті мөлдір формада болдық десем. Доктор: сіз қандай да бір жынысты таңдауға бейім болдыңыз ба? Субъект: бәріміз гермафродит болдық. Доктор: Канна, аруақтар әлемнен әуелгі өлшеміңізбен біздің ғаламға жасаған саяхатыңыздың айырмасын түсіндіріңізші. Субъект: менің өлшемімде орын ауыстыруларым жұмсақ, жартылай мөлдір, жарық талшықтары арқылы өткенге ұқсайды. Біздің ғаламға ену қою, ауыр, ығалды, тұманды, жарып өткенмен бірдей. Доктор: үйреншікті әлеміңізбен салыстырғанда жерде алғаш болу әсері қалай? Субъект: аяғыңа бетон блок байлағандай. Ментал әлемнен соң мұнда әуелі сезетініңіз тығыз энергияңыз зіл салмағы. Бұл жай ғана ауыр емес, дөрекі батпан күй. Үндістандағы бұл ғұмыр мен үшін қатты сынақ болды. Доктор: қазір қалай? Біраз бой үйретіп қалдыңыз ба? Субъект сенімсіздеу сөйлеп: белгілі бір дәрежеде ғана, әлі оңай емес. Доктор: түсінемін. Сізге адам санасының қай аспектісі күрделі болып көрінеді? Субъект: мән жайға қанықпай дереу реакция таныту. Тым залым адамды ұшырату қаупі. Ондайларға жолағым келмейді. Доктор: Кананың жүзін тер басып кетті, сондықтан аздап тыныштандырып алдым. Ментал әлеміңіз жайлы айтыңызшы, оның атауы бар ма? Субъект: мен оны өз даусыммен жеткізе алмаймын. Естеліктерге шомып, ментал теңіздің жұмсақ ойнақы толқынында жайбарақат жүзіп жүрміз. Онда бәрі жердегідей емес. Доктор: онда бұнда неге келдіңіз? Субъект: зерттеуші ұстаз болуға үйреніп жатырмын. Көп жолдасым бір кеңістікпен шектелуде. Ақыры Файнеске болмысы ерекше қиын әлемде тәжірибемді байытқым келетінін білдірдім. Ол маған бір сақалау серігі, сынынан өте алса қажырлы сұңғыла жандар көп шығатын, өзге өлшем белсенді физикалық әлемді ұсынғанын айтты. Әңгіме жер туралы болды. Доктор: сізге өзгеде нұсқалар болды ма? Субъект: бұндай жағдайда гидтеріміз көп нұсқа ұсынбайды. Файнес жерден ұсыныстан бас тартқан жолдастарым үшін мүмкін болмайтындай шынығып, ысылып шығатынымды айтты. Оның үстінде жер мен үшін қызық болатынын айтқанда бұл нұсқаны қабылдадым. Доктор: достарыңыздың біреуі болса да біздің өлшемге сізбен бірге келді ме? Субъект: жоқ, мен ғана таңдадым. Және бұл өмірге қайта оралудан бас тартуға сәл қалдым. Жолдастарым мені өте батыл деп санайды. Олар осыны қолға алған соң кемел саяхатшы бола алатынымды білет. Доктор: енді саяхат туралы айтайық. Кеңістік аралық саяхатшы ретінде физикалық ғаламыңыздың маңындағы кеңістік саны шектеулі ме жоқ па? Айта аласыз ба? Субъект: білмеймін. Доктор: жақсы. Сіздің кеңістік біздікінің қасында ма? Субъект: жоқ. Бұнда жетуім үшін 3 өлшемді кесіп өтуім керек. Доктор: Канна, осы кеңістіктерді кесіп өткенде не көретініңізді айтып берсеңіз керемет болар еді. Субъект: бірінші кеңістік бояу, жарық, дыбыс, энергияға толы сфера. Ол әлі қалыптасу сатысында деп ойлаймын. Келесі бос түнек кеңістікті пайдаланбайтын сфера деп атаймыз.
Содан соң физикалық та, ментал да әлемнің сипаттарын иеленген жайбарақат эмоция, нәзік элемент, сұңғылалық тән керемет өлшем бар. Бұл өлшем менің әуелгі өлшемім мен сіздің ғаламнан асып түседі. Доктор, бұл енді сіздің де ғаламыңыз Канна. 4 өлшемнен өту қанша уақытты алады екен? Субъект, бәрі ауа сүзгісінен өткендей тез өтеді. Доктор, бұл кеңістіктердің аруақтар әлемімен құрылымдық байланысы жайлы айта аласыз ба? Бұл өлшемдерді сфера деп сипаттадыңыз. Осыдан бастайықшы. Субъект ұзақ үнсіз. Сізге көп нәрсені айта алмаймын. Аруақтар әлемі бұлардың бәрінің ортасында орналасқан. Өзіме бұл ғаламдар өзара тізбектеле байланысқан сфера болып көрінеді. Доктор, біздің ғаламдағы шаруаларыңыз қалай жүріп жатыр, Канна? Субъект, тәуірлеу, қуатымды сарқып тастамай біртіндеп, ашық қабақпен жұмсауды үйренудемін. Бұл маған ұзақ уақыт бойы адамдарсыз болуыма көмектеседі. Бірнеше ғұмырым ішінде алға жылжуға үміт етемін. Сондай-ақ жердегі ісімнің аяқталғанын да шыдамсыздана күтіп жүремін. Зерттеуші рухтар патшалығын тастап шығар алдында бұндай сабақ саналы энергия ерекшеліктерін білуге мүмкіндік беретінін айта кетейін. Ментал әлемдегі осы энергияның сипатын бұдан көбірек біле алмайтыным өкінішті. Белгілі бір ақпарат физикалық әлемде тіршілік ету тәжірибесі бар рухтардан келіп жатады. Бұл әлемдер сондай-ақ ментал әлемде болып саналатынына мына үзінді дәлел. Біз ассимиляция арқылы білім алатын крайын жанартаулары газ әлеміне барып тұрамыз. Бұл физикалық сипаттары бар ментал әлем. Зерттеушілер тобымыздың мүшелері газ сипатты субстанциялар теңізінде сұйық энергияның тамшылары сынды жүзіп жүреді. Біз метаморфтымыз және өмірі саф ойдың маңында шоғырланған титімдей жан иелеріне айнала аламыз. Жерден айырмасы бұнда абсолют вибрациялық біркелкілік бар. Кеңістік аралық саяхатпен айналысатын рухтар қимыл қозғалыстары вибрациялық ретпен ашылып жабылып тұратын аймақтар арқылы өзара байланысқан иілген сфералардың іші сыртына тарайтынын айтады. Зерттеуші тағылымгерлер осы өнерді меңгеруі тиіс. Субъектілерімнің айтуынша кеңістік аралық саяхатшылар тау ішіндегі барар жерін анықтаған жиһангерлер секілді. Ғаламдарды байланыстыратын аймақтардың беткі шекараларын білуі тиіс. Рухтар көп кеңістікті ғарыштағы нүкте, линия, қабаттар жайлы айтады. Бұлар ірі құрылымдық нысандар барынан хабар береді. Геометриялық нысандары бар өлшемдер бұларды сыйғызу үшін гиперкеңістікті қажет етеді деп ойлаймын. Алайда зерттеуші рухтардың гиперкеңістіктерде тез жылжитыны сонша саяхаттың жылдамдық, уақыт, бағыты шектелмеген-ау деген ойдамын. Зерттеуші рухтарды оқыту маңызды да кең ауқымды процесс болса керек.